Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Teach with Zain каналына қош келдіңіздер. Қазір уақытта қашықтықтан оқыту мәселесіне байланысты қалай өз оқушыларымызға біз пайдалы бола аламыз? Мысалы, өзімізді үйде отырып, қалай видеоға түсіре аламыз? Компьютермен, телефонмен, қандай программа интернеттен таба аламыз? Қалай ол программаны интернеттен жүктей аламыз? Және де жүктегеннен кейін оны қалай қолданамыз? Осы сұрақтарға бүгін жауап беруге тырысамыз. Және де бұл видеоның соңына дейін қараңыздар. Әлі жазылмасаңыздар, Teach with Zain каналын жазылып, видеоға лайк басыңыздар. Түсініксіз болатса, сұрақтарыңыз болатса, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді біріншіден біз Google-ға барамыз. Қазір көрсетейін сіздерге. Google-ға кіріп, біз Movavi Screen Recorder деп жазамыз. Басынан көрсетейін сіздерге. Movavi деген программаның аты. Screen экран деген сөз. Recorder жазғыш, жазатын нәрсе деп жазамыз. Enter'ді басамыз. Енді қараңыздар, ең біріншісіне баспаймыз. Сіздерге арнайы тегін болсын деп мына жерге басамыз. Teachcast.biz деген сайтқа басамыз. Бұл жерде оның активациясы бар, тегін қолданыстар. Енді астына қарай жүреміз. Астында бұл жерде кішкентай әріптермен скачать Movavi Screen Recorder 11.2 деп тұр. Енді осыны үстіне басамыз, осының үстіне. Енді қараңыздар, мына жерде загрузка басталды. Мен оны уже жүктеп алдым өзіме. Және де жүктеп болғаннан кейін үстіне басасыздар. Үстіне басқаннан кейін осындай меню шығады. Енді біз ішіне кіреміз папканың. Бізге арнайы пароль на архив деген файл берілген. Бұл өте маңызды. Бұны өз компьютерімізге сақтап қоямыз. Енді қараңыздар, Movavi Screen деген папкаға ары қарай кіреміз. Бұл жерде бізге келесі бір папка ашылады. Оны өзімізге жүктеп аламыз. Бірақ жүктеген кезде бізге пароль сұрайды. Пароль на архив деген файлды ашамыз. Бұл жерде пароль teachcast.biz деп тұр. Осыны копировать етеміз. Және де файлды өз рабочий столымызға апарамыз. Пароль сұраған кезде teachcast.biz дегенді өшеге жазамыз. Міне. Бәрін дұрыс жазғаннан кейін окейді басамыз. Енді көрдіңіздер ғой, ол біздің рабочий столға жүктелді. Ішіне кіреміз. Оны жапсақ болады. Енді жаңа папканың ішіне кіргеннен кейін осындай бізде үлкен меню ашылады. Сразу установкаға кірмеңіздер. Мына жерде ключ читать перед установкой деген бар. Соған кіріп, бұл жерде не деп тұр? Бірінші мынау программаны басыңыз деп тұр. Оны бәрін оқымай қойыңыздар, мен сіздерге түсіндіріп берейін. Ең бірінші silent install деген тұр ғой папка. Соң үстіне басасыздар и күтесіздер. Да. Ол өзі керек нәрсен бәрін істейді. Және де бұл программа бұдан былай сіз ешқандай ақша төлемейсіз. Сіз үшін ол тегін болады. Оригинал сияқты тура мықты жұмыс істемесе де бізге жарайды. Сабақты түсіруге, оны жіберуге ең керекті функциялары сақталған. Енді мына жерде мынандай қараңыздар, қызыл ярлык пайда болды. Одан кейін біз екінші приложение
Mava screen record деген өзіне басамыз. Өзін орнатамыз. Да деп тағы да басамыз. Стандартная установка программы. Ешнәрсе ауыстырмай далее басамыз. Продолжить установку. Ешнәрсе ауыстырмай далее басамыз. И тағы да далее басамыз. Көп ешнәрсені өзгертудің қажеті жоқ. Далее баса берсеңіздер болды. Міне. И далее. 5 рет далее бастық. Енді күтеміз. Енді бәрі орнатылды, бәрін жабамызда. Жаңағы рабочий столындағы Mava Screen Recorder деген өзіне басамыз. Осындай загрузка басталады. Құрметті достар, сіздерге түсінікті болсын деп, қазір мен телефоннан түсіріп жатырмын. Енді қараңыздар. Мынау менің мышкам, көріп тұрсыздар ғой, тышқан. Программаны орнатып болғаннан кейін Mava Screen Recorder біз ішіне кіреміз, мысалы басамыз үстіне 2 рет. Және де одан кейін бізге мынандай кішкентай меню шығады. Қараңыздар. Бізге жаңа мен түсіндіргендей, ең біріншісі фотоға түсіру өзіңіздің мысалы экраныңызда керек кезде. Екіншісі запись экраны. Бізге қазір екіншісі керек. Біз соған басамыз. Бір рет. Мынандай мысалы 4 бұрыш шығады. Әшейін экранның ортасына бассаңыз болады. Және қараңыздар, бұл жерде өте маңызды. Охват қазір істеп жатыр. Сіз мысалы экранның қаншалықты видеоға алынуын қалайсыз. Қазір ол бүкіл менің экранымды алып жатыр. Қараңыздар, ең үстінде мындай, бүкіл бұрыш жағында кішкентай қызыл-қызыл мындай сызықшалар пайда болды. Демек, менің экранымды полный охват істеді. Менің экранымда не болып жатыр, соны оқушылардың бәрі көре алады. Енді қараңыздар. Мына жерде жаңа мен сізге көрсеткендей, біріншісі веб-камера. Сіз түсіндіріп жатқан нәрсе, сіз түсіндіріп жатқан кезде сіздің өзіңізде не істейсіз? Камераға түсесіз. Екіншісі айтып жатқаныңыз естіледі. И микрофон, ол дауысы қосып тұру керек. Біз қазір қызылға басамыз. Түсіру деген сөз. 3, 2, 1. Отчет кетті. Әні. Енді біздің видеомыз түсіре бастады. Қараңыздар. Мынау сіздің веб-камераңыз бар ғой? Ноутбуктың. Қараңыздар, мына жерде. Ол ақ жана бастады. Демек, видео қазір сіз түсіріп жатсыз, веб-камера сізді түсіріп жатыр. Енді сіз сабағыңызды түсіндіресіз, мысалы керек жерге кіресіздер, жаңа презентацияны түсіндіресіздер. Олай мысалы папкаларын ішін ашып, презентацияны ашып, бүкіл жұмысыңызды бітіріп болғаннан кейін сіз стопты басасыздар. Керек кезде мысалы паузаға бассаңыз болады. Мына жерде керек жерлерді фотоға түсірсеңіз болады тағы да, паузаға бастыңыз. Мысалы керек жұмыстарын істеп алдыңыз, одан кейін жалғастырам десеңіз, қызыл батырман басасыз. Видеомыз жалғасты. Енді бүкіл жұмысыңыз бітіріп болғаннан кейін, мына жақта 4 бұрышқа басамыз. Видеоны бітіру деген сөз. Көрейік. Міне, көрдіңіз ба? Енді осындай не шықты? Меню шықты. Және де бұл жерде сіздің видеоңыз түсіріліп болды деген сөз. Енді біз видеоны түсіріп болғаннан кейін, стопқа басқаннан кейін мынандай меню шығады. Осы менюда біздің түсірген астында видеолар дайын болып тұр. Олармен бөлісу үшін біз мына жерге басамыз. Показать файл в папке дейміз. Бүкіл сіз түсірген видеолар өшінде рет-ретмен дайын болып тұр. Оны аласыз да флешкамен бер жерге болады, немесе интернетпен, ютубқа салуға болады, жүктеуге болады. Үстіп видеоларын бөлісе аламыз. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар.
түсініксіз болып жатса, кейбір жерлері сұрақтарыңыз болып жатса, немесе басқа да бір ұсыныстарыңыз болып жатса, комментарий жазыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Осыған ұқсас, Құдай қаласа, көптеген видеолар түсіреміз, сізге көмек болсын деп. Сіздерге көп рахмет. Бәріңіз аман сау болыңыздар. Goodbye.